Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бірнеше әдістерді ұсынатын болам, сабақ барысында қолдануға арналған. Олай болса, бірінші әдіске назар аударайық. Бұл бізде компьютер әдісі деп аталады бұл әдіс. Яғни PowerPoint-та жасалған. Өзіңізге сабақ барысында жұптық жұмыс жасағанда, топтық жұмыс жасаған кезде қолдансаңыздар болады, сабақтың әртүрлі кезеңдерінде. Мысалы, мынау компьютердің мониторы тұрған парақшаға сіз сабақ жаңағы тапсырманы берсеңіз болады сабақ барысында, яғни немесе есептерді берсеңіз болады деген сияқты, иә. Ал мынау тышқаншаның суреті тұрған парақшаны оқушыларға, яғни жауаптарын жазуға ұсынатын боласыз. Өздеріңіз байқағандай, тышқан бізде тінтуір төрт түрлі түсте боялған, яғни түсіне қарай жаңағы топқа бөлуге де қолдансаңыздар болады. Мынау ашық жеріне балалар, әр бала өзінің жауабын жазатын болады. Егер топтық жұмыс болатын болса, өзіңізге қажетті парақшаны өзіңіз шығарып аласыз. Мысалы, 4 топқа бөлсеңіз, 4 компьютердің парақшасын шығарып алып, 4 топқа тапсырманы жеке-жеке жазып берсеңіз болады, және де сәйкесінше балалар санына қарай осы тінтуірлерді де таратуға болады. Менің ойымша өте бір қызықты тапсырма болады деп ойлаймын. Әсіресе бастауыш сынып оқушыларына қызықты болады деп есептеймін. Бұл тапсырманы сәйкесінше бұл әдісті сабақтың кез келген кезеңдерінде, бірнеше кезеңде, топтық, жұптық жұмыс кезінде не болмаса, қайталау сабақтары кезінде бір арнайы тапсырмаларды беріп орындатуға болады. Келесі әдістің түрі бұл Google әдісі деп аталады. Бұл әдісте біз мынау енді Google-дың өзінің аты айтып тұрғандай, жалпы бізде бұл программа іздеуге арналған программа ғой. Біз белгілі бір запростарды жазамыз да, Google бізге нәтиже шығарып береді. Сол сияқты біз мынау лупаның суреті тұрған аймаққа, яғни бір кілтті сөздер немесе формулалар, анықтамалар сияқты жазып беріп, балалар мынау астына өздерінің сол ұғымға қатысты, анықтамаға қатысты жаңағы өздерінің білгендерін жазу керек. Немесе бір эссе тақырыпшасын беріп осы жерге, төмен жағына осы тақырыпқа қатысты эссені, немесе бір мазмұндама, шығарманы төмен жағына балалар жазса болады. Осындай бір қызықты болатын, балалардың көп көздері үйреніп қалған мынау Google, компьютер деген сияқты терминдерін қолданып, осындай әдістерді пайдалануға болады екен сабақ барысында. Бұл әдістер сіздердің сабақтарыңызды сәл де болса қызықты болуына кішкентайда болсын үлесін қосады деп ойлаймын. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Сонымен қатар, бұл шаблондарды, дайын шаблондарды аламын десеңіздер, егер осы дайын шаблондар сіздерге қажет болатын болса, оны төменде описание бөлімінде сілтеме болады. Менің әріптесімнің Telegram каналында жүктеліп қойылған екен. Сол Telegram каналдан алынған әдіс, сол каналдан өздеріңізге жүктеп алып қолдансаңыздар болады. Ашық доступта тұрған осындай керемет әдістер. Егер ұнаса, лайк басып, осындай қазақша контенттерді қолдап отыруларыңызды сұраймын.